Мен плов жасау өте қиын деп ойлайтынмын және де жасаған емеспін, бірақ тұрмысқа шыққаннан соң жасағым келді де өзімнің анама хабарласып рецептісін алдым. Менің анам өте керемет аспазшы, барлығын айтпайтын құпиясын маған айтқан тұғын, сол керемет болып шыққан рецептімен бөлісейін сіздермен. Өте пайдалы ақпарат. Қызып тұрған қазанға 1,5 ожау май құямыз, сұйық майды құйып аламыз. Қызып тұрған майдың үстінен туралған пиязымызды саламыз. Ең бірінші құпиямен бөлісейін. Тамағыңыз дәмді болған қаласаңыз, пиязыңызды көптеу салыңыз. Пиязыңыз қаншалықты көп болған сайын тамағыңыз соншалықты дәмді болады. Жақсылап қызарғанша қуырып аламыз. Міне біздің пиязымыз дәл осындай болады, қызарып бастады. Енді осы қызарған пияздың үстінен туралған етімізді саламыз. Көбісі плов жасаған кезде етті турамай бүтін қалпында салады. Ол маған ыңғайсыз, өйткені піскеннен соң оны турайтын кезде қатты ыстық болғандықтан осылай турап саламын. Әркім өзінің қалауынша жасаса болады. Етті бүтіндей салсаңыздар да болады, немесе мен сияқты турап саласыздар. Көріп тұрғандарыңыздай өйстіп жақсылап қуырып аламыз. Міне біздің етіміз де пиязымыз да қуырылып болды. Міне осылай жақсылап қуырып аламыз. Енді үстінен туралған сәбізімізді саламыз. Плов жасаған кезде ескертетін бір жайт, сәбізіңіз өте көп болған сайын тамағыңыз дәмді болады. Егер үйлеріңізде сары сәбіз болса, сары сәбізді де қосып жасасаңыздар, тамағыңыз одан әрі дәмді болады. Мен қызыл сәбізбен жасап жатырмын. Сәбізді салғаннан соң бар жоғы бір 5 минут қана араластырамыз, көп қозғаудың қажеті жоқ. Енді оның үстінен дәмдеуіштерді қосамыз. Бір ас қасық тұз саламыз. Екінші құпиямен бөлісейін, шым-шым ғана аздап шекер қосамыз. Бұл құпияны көбісі айта бермейді. Тамағыңыз дәмді болған қаласаңыз, аздап шекер саласыз. Сосын зіре деген, яғни зира дегенді қосамыз. Көп қосудың қажеті жоқ. Арнайы пловқа арналған приправа, яғни дәмдеуішті қосып жақсылап араластырып аламыз. Араластырып жатырмын. Мен сияқты қалауларыңызға байланысты сарымсақ, яғни чеснок салсаңыздар болады. Үстінен қайнаған суды құямыз. Қайнаған судың мөлшерін нақты айта алмаймын, өйткені сәбізіміз де етіміз де барлығы суда толығымен батып тұруы қажет. Осылай бір рет қайнатып аламыз, сосын оттың астын өте баяу қойып, міне осылай жай отта 10-15 минут бойы пісіріп аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай осылай жай отта қайнап жатыр. Мен оған дейін күрішті 7-8 рет жуып алдым. Оның үстінен жылы суды құйып, бұқтырып қойған болатынмын. 10-15 минут бойы тұрды. Міне күрішіміз. Енді осы күрішті дәл осылай салып аламыз. Күріштің барлығын салып аламыз. Күрішті салып жатқан кезде оттың астын өте қатты жылдамдыққа қоюымыз қажет. Міне осылай күрішімізді жан-жаққа жайып, тегістеп, мен сияқты жасайсыздар. Осылай қасықтың көмегімен арасын осылай жасап қоямыз. Енді оттың астын баяу отқа қойып, ең төменгі отқа қойып, бетін жауып, 40-45 минут бойы пісіріп аламыз. Міне 45 минут өтті. Біздің тамағымыз дайын. Дайын болған пловты осылай қозғап аламыз. Иісі өте керемет, бүкіл бөлмені алып жатыр. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ешқандай да қиындығы жоқ. Өзбек халқының ұлттық тағамын жасау ешқандай да қиын емес. Барлық құпиялармен бөлістім. Міндетті түрде жасап көріңіздер.
астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған арайлым. Бұл видео сіздерге пайдалы болса, мені қолдап лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта өте көп рецептілер болады. Сол рецептілерді жіберіп алмас үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Алдын ала рахмет. Сау болыңыздар.